Dağ mahlukka үйленген жігіт дейді мәсқара. Мекер сайысындар мысық көтере алмайсыңдар ғой сендер. Асуын білмейсіңдер, қалай соғысқа барасыңдар сендер деп бізде бір рет қайтарып жіберді, қайтасына барып берді. Сөйтіп екінші рет барғанда бізге айтты, жаңағы Советімнің осында бір үйірмесі бар, соған барып мысық атуды техниканы үйреніңдер деп соған жіберді. Сол енді 5 жыл жүріп, Отан соғысында жаралы болдым, контузия алдым. Үйден кеткен 4 адамның біреуі мен ғана аман қайттым, қағаздар қайта алмады. Сөйтіп оралдық қой, сонда енді келгеннен кейін 9-шы класс, 10-шы класс коридор болып бардық. Оқуға түсесін ойым бар енді, соған не істеу керек. Қандай мектепке бардым ғой, мынау ішінде кичил офицер, ордендерім тағып мектепке бардым. Барсам, жаңа суретім тұр. Дирекцияға мені танымайды, кім екенін сәлем беріп тұрып. Оларда әскерден келіп жатса ғой еді. 46-шы жылда. Сіз дейді, мен айттым, мен осында оқыған сіздердің оқушыларыңыз әскерге 9-шы класстан келіп. Мінеки аман-есен оралдым, мен 10-шы класс бітіруім керек. Ол кем-кем отыр деп көрмеген. Содан мен 10-шы класста оқып жүрген балалармен өзімнен 4-5 жас кіші бірге отырып, жылдың аяғына дейін 10-шы класты бітіріп шықтым. Қолыма құжат алып, сонда енді ойым жаңағы әлгі художественное училище дейді ғой, сурет училищесіне түспекші болып. Келсем, оған әлгі бір нелер бар екен, алдымен жұмыс орындау керек, тапсырмалар орындау керек. Ондай менде болған жоқ, содан кейін математик боламын деген тепсін ойладым. Оған барсам, оның программасы, бағдарламасын мен меңгере алмаймын. Содан мен қысқаша келіп тарих филология факультетіне түстім. Мінеки әлгі училищеға менің қатысым бар деген соң, содан арманда болып қалдым мен. Дегенменен 20-ші жылы барып бірінші курсын бітіріп училищеде оқыдым. Мектепті бітірген аттестациямды сұрап алып университеттен. Соған тапсырып сонда жатырмын. Келесі жылы 2-ші курсына өткенде диплом жұмысы басталды. Күн көріс деген ол уақытта мынау қаладағы фото ательелердің біразындағы мен жұмыс алып, бейнетін жасап, күн көрсім 100 сом береді, сонда бір бейнет. Соның уақыт болмаса мен тастап кетіп әйтпесе мүмкін мен де сен сияқты художник болып жүрер едім. Өзім жақсы көремін. Содан әлгі бірінші курста келгеннен кейін Қастеевті қараймын, сол Қастеевтің суреттері. Баяғыда өзім Амангелдінің 1-2 суретін жасағанмын. Бізде бардым үйде. Үйде тұрады екен, мынандай қарапайым. Алматы Абай көшесінен төмен. Ол қарапайым адам қарсы алып, немене жүрсің балам, бізге шәкірт болайын деп жүрмін. Иә, кел. Сөйтіп, оның енді әлгі арнайы мастерской дейді ғой, онысы жоқ екен. Үйінде суреттердің бөлмесінде отырып, тамақ іштік, сөйлестік. Сөйтіп барып тұрдым. Бірақ енді оқып тастап кеткеннен кейін балалармен жұмыс істедім. Сол
Ataytasın əngimesi, Ağustan əngimesi kızı. Oy, Meskev'e varğanın aytadı, okumak sanılmayı. İnandım, köşe sıkırıp da geldi, sonunda cümüşleri sıkıldı. Söytülür ve ahire ediyor, benim adım kaydı. Olacağız canım soy, UNESCO hazır, gün kastayıp, soyunuzu götürmüşüm yazıpsa. Onun şimdi Ağız Kazakı'dan çıkan Azak'ı, Taza, onun yanında okup yürüyelim degende o dedi, hal etmeyi bırak. Siyahlıcası bu dedi, tuğa bisken salam, elik şu adam koy. Hiç kastayıp, beni şakak bola yazadım ben de. Sonra baştan beş bakıldım, yaksa çıkartıp ettim. Engin ettiniz mi? Ya, aytdınız mı? Son gün bir gece yattık. Süleyt. Vaktimizde 48 yılları. O gün foto şuğuldanan sonunda akşatamadım. Akşatavuk belirden Süleyt'den ekiyorum. Kaltasından ve akşa jüreyim. Bizde birde болады, birde olmaydı. Adetkeydi, talonumuz жоғалтып аламыз да. Одан кейін отырамыз, бір-бірімізге қарап. Сөйтіп, сондай жағдайда біз неге ақша берсеңші десек, жоқ деп сөйлейді. Жоқ па рас па дейміз, жоқ рас дейді. Өтірік айтып отырсың ғой дейміз. Жоқ рас нетпай онда қазір көреміз дейміз. 3-4 бала енді бөлмеде жатыр. Бас салып, ертеңді тонаймыз. Жан-жақ қалтасын тінтіп, ақшасын тауып аламыз. Көп ақшасы болса, жарайды. Азырақ алыңдар деп береді. Сол қазір бар, 85-те ме, 86-та. Солай, өзіме студенттің өмірі қиын болды ғой, өйткені бізде әке болған жоқ, шеше болды, қарындасым болды, дедерім болды, көмішілерім болды. Жәрдем беріп тұратын ешкім болған жоқ. Бірақ бір жәрдем болды. Мен 4 жыл оқып университетті жүргенде үстіме кәсіп бекет жапты. Әскерден киіп келген офицерлік мундир. Сонымен жүрдім. Сыртыма плащ, шинель киіп жүрдім. Басыма әскери киіп. Енді осының өзі нені көрсетеді. 4 жыл оқып, енді кейін бір костюм алдық, сол кейінгі костюм шешем ауылда тұрады, енді қарт адам осы есігінің алдындағы шемішке дейміз ғой, сол шемішкені жинап, содан май тартқылып, шемішкенің майын Алматыға базарға апарып, сатып, біраз ақша жинап. Оны мен білмеймін. Сол базарда бір баланы жіберіпті маған жатақханаға. Тез келсін базарға деп. Жүгіріп отырып барсам, шешеміз жаңағы майынсас болған. Жаудысының айтылады. Балам сен 4 жыл оқыдың, 5 жыл әскерге барып келдің. Әлі өмірдің қызығын көрген жоқсың. Üstüme bir jönlü kostümde giyген жоқсың. Анау менің өзімнің жинаған есіктің алдындағы шемішкені сатып майын. Мен саған бір костюм киетін, ақша мынаны алдым. Алмайын десем болмайды, енді ал деп. Мен содан бір костюм жақсылап өзіме тістедім. Әлгі жігіт болып, жетіп Отан соғысына қатысып келгеннен кейін, 5 жылдан кейін сондай костюм киіп ананың атаны ғой.
Әкең айтып отырсың. Енді әке Отан соғысына қайтыс болып кетті ғой. Сол әлі есімнен кетпейді. Өйткені енді жігіт адамның өзге елде киініп, ясанып жүргені жақсы ғой. Ал ондай болмаса көңілің пәс болады. Көңілің төмен болады. Солай өстік қой, одан кейін Отан соғысына қатысып келген бір туысқаным болды еді, жақын жеңгем. Бері Алматы, бірінші Алматы емес, Татаркада тұрады. Сол аяқ ақсақ Отан соғысынан oldu. Bir есегі бар, есегін жегіп алады да, төңірегіндегі көршілердің үстін апарып базарға, Никольский базарына сатады. Сонда балаларын асырайды. Сол аптасына бір 15 күнде бір кез келіп, менің жанымда базардың жанындағы жасақханада жатамын ғой. Келіп, мені іздеп келеді, аяқ ақсақ, ойбай Алекеу не қыласың десем, міне балам ол әкесіне оқып жүрсің ғой, мынау бір есіні жары 25 сом ақша береді. Ал енді осы екі жағдай анамның содан кейін жақын туысқан Отан соғысына қатысып келген адам ғой, енді осы кейін марқұм болды. Соғыстардың берген сол кішкентай ғана жақсылығы өмір бойы менің есімнен кетпейді. Өйткені бар уақытта әрілік береді саған. Кейін оны көрдік. Бірақ осы қажет жоқ уақытында, кептер уақытында, болмаса осындай қиналып жүрген кездерінде жәрдемдескен шын көңілмен жәрдем мәңгі бақи есімде қалады екен. Мен соны әлі кітабымда да жазып бұларды. Ал енді okudu bitirdik, aspiratörünü bitirdik. Ғалым болдық, зам директор болдық, директордың орынбасары, директор болдық дегенде 34 жыл директор болдық. Әжептәуір ел қатарына қосылғаннан кейін мені іздеуші туысқандар көбейді. Таныстарда бар, алыстарында да бар. Бірақ осылардың барлығы енді сонда мен біреуіне айттым. Мен кеше олар не іздеп келеді, олар іздеп келгенде баламызды оқуға түсір дейді. Алматыда жүрсіз ғой. Ол уақытта баланы оқуға түсіру үшін бұлат дейді ғой әлгі. Сондай жақында таныстық керек. Мен болса мен араласып жүрдім. Сабақ адамның кейде. Соны көріп. Мен айттым кеше мен әлгіде қиналып оқып жүргенде неге келмедім? Ол уақытта мен білдіруші келдім. Деп бір-екеуіне айтқаным бар еді. Бәрін айтқаным ағайсын. Айтты біреуіне. Мінекей барында іздейді, қолдайды, құрметтейді, кейде жоғында қарапайымдар болады. Бұл өмірдің өзі бір қалыптасқан заңы сияқты нәрсе ғой. Сондықтан енді оны да көрдік. Мен оқуға 51-ші жылы бітірдім университетті 4 жылдың ішінде. Сол кететін бітіретін жылы университетте мен Шоқан Уәлихановтың еңбектерімен өте көп шұғылдандым. Барлығын оқып шықтым, кітаптарын шыққан жарияланған мақалаларын. Ол уақыттарды 4 том, 5 томдық шығармалар жинағы шықпаған болатын. Сонда менің ойыма келгені Шоқан Уәлиханов қазақ бола тұра ұйғыр халқының кейінгі өзінің атағы жер жүзіне жариялануына байланысты ұйғыр халқының тарихын зерттеп кетті. Мәдениетін, әдебиетін, тілін. Мен де сол Шоқан Уәлиханов құсағым деді. Абай айтқандай
olmasan da oxşap bak, bir galımda görseniz degендей. Şu Şokan Bali Hanım siyahtı Uygur tilini dertlerim geldi. Şonu menen Uygur tilinin aspiraturasına düştüm akademiyaga. İmtihanların bärini tapşyryp, ben birlikte tapşyryp bizi kabulda aldı. Sonda meni Satbayev okuga düşken bir top yaşlardı. Şimdi o vakti yaşlıyım. Bizi kabuldadı. Kabulda takırıklarını sırab. Sonra endi resmen kelip magan kelgende ya bende Uygur tilinden özüm Kazakçı bu, Uygursun bu dedi. Ben aytdım, men özüm Kazakpın. Kazak bolsam da Uygur tilini dertlegim geledi. Demedim, oğul kızık eken o deriyle. Ne geçen onu Uygur tilini kaladı. Ben aytdım, bir işiden ben Uygur arasında göçübün. Sonradan Uygur tilini yaxşı bilim. İkinciden Şokan Bali Hanım'da okugadan keyin mende osunday kızıgı payda boldu galymga. Ağa bereket oğlan görseken onda senin jetekşin Almatda endi layıklı jetekşi yok. Sonuçtan osu Almatda soğuş yıllarında turgan yer yüzüne aygılı Uygur tanışı bir galym var. Sergey Efimov degen. Onu bilesin bu dedim, bileyim dedim. Az bilsem sol Leningrad'da turadi, az köşüp ketken Almatda turdu döndürür. Sol galymga seni jibereyim, şagirt kılıp. Yol harajatımı төлep turam, barıp ketip turasın. Dep meni sol Haniş İmantaylı Leningrad'a jiberdi. Sonra ben Leningrad'a izlep bardım ben. Leningrad Ploshchad Truda 6-23 kvartira ailesinde boyalar sakana kişiken atağı yer yaradı. Atağı bu akademik Arazlıktın şakirti. Malum bu Sovet Türkologiyasında koca eskirtmişlerde ertegen ulama galym öldü. Uygur tilinin mamany göre belki sol Malaptın iyinde bolup soğusu bir söylerse akıldasa soğusu benim birinci alımı getirsin. Endi o kişiler misali keyde biz bir galymdan galym bolduk dep kim özünü jogary sanaydı goy. Ben beyli başka adamda söyleşkisi gelmeydi degende yani o kişi bildiğim başkaşa. Sonda karapayım bir bölme üyde turadı. Yani 7-2 işte olan kitap. Sol bölmede yatadım. İşimizde korkup koyar, son aracağında yatasın orada başka oturad. Az söylegen sözü adam menen sonşalık karapayım. Belki Satbayev'da aytdım, Malap'ta aytdım, osundağı benim bolmasıma bir hatta seyretken narsa biz ömürde gördük koy. Bol karapayımlık, sıpayılık, adamın en bir joğal hasiyeti. Satbayev'da odan keyin men öyle kandidat bolup geldim. Doktor boldum degende sol gezerde o kişi prezident meni abeke deydi. Abdüvali degende bolady goy. Meni o kişi elden ayda jasma. Sonra hürmet tutup abeke degende prosta kelimet mertebene çıkmalardı. Malaptı'da görgende karapayım adamça söylese de August'un atağı yer yaradı. Bugün yer yüzündeki Türkologiya'ya tanış. Belki olsun da adamlar bende biz
zamandaş olduk. Söyleştik. Sergey Fişmalov'un еңбектерін жалғастырып зерттеп келе жатырмыз. Қаныш Имантаевичтің да жақсы қасиеттерін ылғи айтып жүремін. Естелік кітабы шықты, сонда осыларды жаздым. Мен араласқан ғалымдар дүниесі. Kimlerмен aralaştım, kalay aralaştım. Ömrüme öte rizam. Özüm ömrümde, ömrümün en yüksek meselesi mamanlık sayılır. Sanda o verir. Askerge var 5 yıl Orta Savaşı'na katışıp, odan keyinki 13'ünü bitirip, odan keyin üniversiteti bitirip Kazak Filologiya Fakültetini, odan keyin Uyghur tilini zerttewge kirişip, şoda beri meneki 21. yıldan eseplegendi. Ben akademiyada 23 yıl taban avlarmay, iş yakı varmay, tek kana bir salada, dil salasında, tek kana bir institutta, Ahmet Baytursunov atındağı Dil Bilimi İnstitutunda başka yakka cümle avlarmay istep gelem. Kişi kılımı hizmetker, ağa kılımı hizmetker, bölüm başlığı oldum. 14 yıl direktörün orunbaşarı oldum. 18 yılda direktör oldum. Belki o ömrümde rize bulasın sebebim biz bir Vatan Soğuş'tan keyingi bir kelimet kılımdağı mamrajay tanıştık. Bir elge barkıtına sezon deydi koy. Sonday bir gezenge sonra geldik. Akademi жаңадан құрылған, Отан соғысының жылдары құрылды ғой, 44-ші жылы. Мінекей сол, содан кейін Отан соғысына қатысқан жігіттердің барлығы лап беріп ғылымға бет бұрды. Мінекей сол топтың біреуі мен болып ғылыммен шұғылдандық. Енді сол мен істеген 50 жылдың ішінде bize Türkologiya деген kılım, bu yeryüzülük kılım. Onun menen şoğuldanasın yeryüzünde kalımları öte köp. Tepsi Türk tilleri menen şoğuldanmayısın eli yok deşede болады. Bарлық ellerde de osunday kılım var. Sonuçta bunaki Türkologlar öte köp. Ben solardan en başta mıktılar menen, köpçülüğü menen aralasuğa mümkünçlüğüm oldu. Mesela endi özümüzün avulda bulay koyganda, özümüzün avulun ustazlarımız var, akademik Kengesbayev, akademik Savranbayev, endi Kadir akademik Polatın edi koy, tabi bolsa Mavlin Balakayev, Haynidin Ali Musabayev, Sersen Amanjoğlu, tağı başka köptegen galımlar menen endi ol qatar жүрдük. Bir institutta Muhtar Övelip'ten birge жұмыс істедік. Endi Kazakistan'dan tış yerlerdeki kimlerdi degende men Sovet Odağındağı otandıq Türkolog deymiz biz. Otandıq Türkologlardan bäri menen negizgilermen men кездестім. Aytıp oturum koy, onun en ülkönü Sergey Fişmalov, ol menin kalımı yetekşim oldu. Odan keyin menin kalımı yetekşim Konstantin Kuzmich Yudakhin degen ulkan kalım oldu, akademik, Kırgızstanda turdu. Ol menin doktorluk dissertasiyama, kandidat dissertasiyama da yetekşilik yasadı. Mesela Leningrad'da kalım akademik
Nikolay Andreevich Kononov, Alexander Mikhailovich Sherbak, tағы басқалар, Москвалық Николай Александрович Баскаков, Эдгем Рахимович Тенишев, Борис Александрович Серебренников, Әмір Нәжіп деген Қазақстандық өзі үлкен ғалым. Мінеки осы ғалымдардың барлығыменен мен тікелей араластым. Мысалы, Эрван Владимирович Севартьян деген түркі тілдерінің этимологиялық сөздігін жасаған үлкен ғалым бар. Сол үлкен ғалым менің докторлық диссертациямның бірінші оппоненті болды. Екінші оппоненті Әзербайжанның үлкен академигі Мамат Аға Шыралиев. Үшінші оппоненті Фархат Зейналов, профессор. Әзербайжанда да көп достарым бар. Ағамыза Ахундов сияқты, басқа да. Түркменстанда Пиғам Азимов деген, Чарьяров деген ғалымдар менен қатты араластым. Өзбекстанда да Абдырахманов деген басқа да ғалымдар менен. Енді ол біздің Совет одағындағы бірі атып атауғын бәрін атап жатуын қажет жоқ, бәрімен тікелей араласуға. Конференцияларда кездесуде, әртүрлі басқосуларда пікір алысып, пікір жазысып деген. Мысалы енді менің үлкен бір еңбегіме «Структура односложных корней основ в казахском языке» деген еңбегіме жауапты редактор болды Баскаков деген. Баскаков деген ғалым түркологияда 150 кітап жазған адам. Ол енді бүгінде марқұм. Енді шетел ғалымдарына мен мысалы Карл Менгесті айтқан болар едім. Бұл өзі Германияның неміс ғалымы, бірақ Америкада тұрды кейінгі жылдары. Бұл кісі де менің ұйғыр тілі бойынша жазған еңбегіме рецензия жазды. Анау Америкада тұрып, біздің еңбектерге рецензия жазды. Өте атақты ғалымдардың бірі. Джерард Клаусон деген ағылшынның профессор өзіне ол фабрикант, бірақ тілші ғалым. Түркі тілдерінің 13 ғасырға дейінгі ескерткіштерінің этимологиялық сөздігін шығарған. Мысалы, ол кісіні де көрдім, мысалы, Венада. Анна Мари фон Габен, немістің үлкен ғалымы. Оны да кездестіріп сөйлестік. Конференцияда бірге болдық. Парижге барғанда Луи Базен деген үлкен профессор ғалымы бар, тілші. Ол қазақ тілінің ғылыми грамматикасын бірінші жазған сол. Оны мен де кездестім. Енді Қытай ғалымдарымен де, женшемен деген мысалы, қысқасы Жапон ғалымдарымен де кездестік. Қысқасы мен өмір сүрген, мен ғылымда еңбек еткен жылдар, осы 50 жыл, мен үшін үлкен мектеп. Ол мектеп болатын себебі мен тек қана ауылда ғана, үй төңірегінде ғана жүрген ғалым емеспін. Мен сол үлкен түркологияның, отандық түркологияның ең беделді қайраткерлеріменен араласқандығымды айтқым келеді. Жоқ, Совет үкімет кезінде, мысалы? Қазақ тіліне деген көзқарас сол енді қоғамда әртүрлі ғой. Бұл тіліміздің өзі бай тіл, қасиетті тіл, бірақ қасіреті де аз емес. Олай дейтін себебім, түркі халықтарының ішінде қазақ тілі, қазақтар
köneden gelip жатқан türkülük dastürді жалғастырушы, ең соның өзекті дәстүрін жалғастырушы тілдің біріне жатады. Өйткені бір заманда осы Алтай, Қазақстан, Орта Азия, Орталық Азия, Екіжен ортасы осы жерлерде, соның кейін оңтүстік Сібір аймақтарында түркі, моңғол, тоңғыс, манжур халықтарының бір-бірімен қым қиюы араласуы болған. Мінекей сол араласудан біртіндеп тайпа болып бөлініп, тайпалар бірге келе, жеке халықтар пайда болды. Сол халықтар болғаннан кейін олар өздері әлгі егемендік алмаса да сол жерде өздері жеке дамып, бөлініп, біреу өзбек, біреу шуаш, біреу татар, біреу башқұрт, біреу қырғыз болып кетті ғой. Ол кейінгі процесс. Мінекей сол кейінгі процестің алдында аралас тұрғаны белгілі. Сондықтан да Мағжанның, Жұмабаевтың бір сөзі бар ғой. Осы қара шаңырақтан ел жан-жаққа тарап кеткенде, сол қара шаңырақтың иесі болып менің қазағым қалды деген. Ол шынында да солай. Біз қара шаңырақ иесіміз. Яғни Туран әлеміндегі Туран елі десек, соның орнында қалған, өскінге дейін Қазақстанның кең байтақ жеріне ие болып қалған біз. Сондықтан қазақ тілі осындай тарихы зор, құнарлы да, басқа тілдерге қарағанда бай, көп бұзылмаған ол кейінгі процестер өз алдына сондай тілге жатады. Енді осы тілге көзқарас әртүрлі. Мысалы, басқа халықтар енді қазақ тілінің осындай тіл екенін мойындайды. Өзбек те, қырғыз да. Бірақ енді ұлттық сезім әрқайсысында, ой, біздің тіліміз керемет дейді ғой, бірақ салыстыра зерттегенде шынында қазақ тілі басқа тілдердің ішінде көнелігінде сақтаған, тазалығында сақтаған, байлығында сақтаған, құнарлығында сақтаған тіл. Енді осы тілдің тағдыры қалай болды деймін. Тағдыры біреуден артық болса, біреуден кем. Енді біздің ұлы көршіміз Ресей империясы көп жылдар бойы, талай ғасырлар бойы Алтын Орда қағанаты қирағаннан кейінгі әсіресе жылдары Қазақстанды ғана емес, бүкіл түркі халықтарын түгел, Ресейдің түгілігіндегі түркі халықтарын бәрін түгел өзіне қаратып алып, бодан қылды. Яғни оларды өздерінің аттары бар ғой, неше түрлі атпен атап, орысша аттар есіме түспей тұрған қараш. Сол кемсітіп, онда енді біреу жаулап алып, өзіне бағындыру деген процесс барлық елде бар ғой, барлық елде. Бүкіл Еуропада бүгінгі өркениетті елдердің барлығы да отаршылық саясатын басынан кешірген. Талай елдерді, бүкіл мына Үндістан ағылшын елінің отары болды. Сол сияқты Ресейдің бір отары Қазақстан болды. Сонда енді отар елді не істейді? Ондағы мақсат не? Отар елді жұтып қою қолдан келсе. Ресей анау уақытек, Қақас, Туба, Шор, Саха, Алтай, Бурят, тағы да басқа да Ненси, Нанайцы деген тұңғыс манжурлардың барлығын жұтып қойды. Адамдардың барлығын діннен айырды, бәрін христианға шоқындырды. Ал олардың фамилиясын өзгертті.
yer su ataularının bärini boşaladı. Sonra gene arakşuldu üretti. Arjanlar yeşil kaldı. Belki beri şokunup gitti. Sonun içinde kavrugası kalındağ, ülken yeri var, halkın böyle Kazak, Özbek, Azerbaycan. Şimdi bunlar Türkmen, Kırgız, aslında biraz halklar özünün ulusal hasiyetini bir şama sakladı. Bırak Kazak halkın tügeldi Oruçlandırma prosesi aytılmasa da aşık o jürüp yattı. Olana vardı istergen iş hareketsin bardadan görüge boladı. O gezinde onu biz aytılmadı. Aytılan mümküşlük olmadı o. Halinde şun menisinde bu proses biraz vakit. Kazaklardan çok muğanlar endi az. Anau Altay jağında, Semey'nin arjağında, Hatun Özü'nün boyunda bir avul Kazak orası şokundanlar var eken. Şimdi kalgan Kazaklar Kudayga şükür endi şokun basa da sol şokunduruğa yasalgan şaralardan bärligi Kazak halkının bükül bolmuşuna әсер etdi. Biz keşegana olsa egemenlik alımdan burun Kazaktın özü bir neçe topqa belip ketdi bu. Belki etnikalık sorun emas. Buna özüne degen köz-karası boyunca. Özün Kazakpı dep aytıp oýalatyn Kazaklar boldu. Tilini unutan Kazaklar kança? Ben özüm bir eňbegimde aytgamyn, tilini unutan Kazaklar 15% Kazaklar. Tilini inşallah biletindir 25, sonda 40%. Belki bir urpak emes, iki emes, 3-4 urpakka ağusıp, olsa äsir, kere avruday bir-birliğe jalgasıp, bizden halkımızdan olmasını özgürse başladı. Memnunlar su Köp oýlandy nege sol til maýdan dep netken. Ende bäri jazdınızlar mı sonda sizin diyorsunuz? Ülken maýdan boldy goý, onu elde biröw bilen, biröw bilmeýär, sende jasta boldy. Budan 15 yıl, 86 yılı sen yaşadın o bedeli. Kolbin'e geldi. Onda memleket gayretkarı var. Gelgende Kazakistan'da problema az emes ekenin bizde. Fakat sol problemaların içindeki en birinci problema til probleması ekenin sol seyirinde. Ben direktör olmak istep turan vaktim Dil Bilimi İnstitutu'nda sonunda kele salıp alanga çıkan jastlar tilim menin, elim menin, jerim menin dep aykaýlap 17'si, 16'sı, 17'si ötürüp olduма kötörüls 18 mekin 19'u 20'sında Moskova'dan bir top adam geldi, emissarlar. Onun başlığı bu Salomentsik degen, Kazakistan'da burun istegen Politbüro'nun müşesi. Sol geldi. Solar en algaç birinci ängimesini akademiyeden başladı. Ben de akademik ben. 40 yıl akademikler jinadı sonda. Kolbin var içinde, Salomentsik, Nişinka degen sağda sol baskan adamlar endi bizim jogarı anau Moskowluk başçılarımız goý. Sonda bolgan ängimeni aýtaýyn. Sonda Kolbin bizde biraz adamlar söyledi, sağlık zemanı söyledi goý diýip sonda. Kolbin aýtdy sonda, mena kulağımdan eşitdim, bularga gözümden görüp kulağımdan eşitdim diýip sonda aýtdy. Ben dedi, hayran kalam düşünbeymin. Anau alanda aygaýlap yatkanlardan
sözünü tыңdasan olar tilim deydi. O tilde turgan qanday mesele var sonu bilip üçün. Жалпы олардың арманы не осы жастардың не талап етеді менен соны білу үшін мен ана алаңнан бір топ жастарды шақырдым. Алып келіп мен сөйлесем. Мен ана СК-ның есінде отыр ғой енді сонда кабинетіме 5-6 баланы жігіттер бар, арасында қыздар да бар, алып кет дейді. Содан кейін мен сұрадым, іштерінде қайсыларың бастықсыңдар, кім сөйлейді дегенде bir жас жігіт мен сөйлеймін. Атың кім? Тимур. Фамилиясын сұраған жоқпын дейді. Я Тимур, айтшы мынау не шулап жатыр мынау жастар? Не қалайсыңдар өздерің? Дегенде әлгі бала sizge bir neçe сұрақ бар деп айтты дейді. Біріншіден, siz қазақ тілін білмейсіз, қазақ дәстүрін білмейсіз, қазақ халқының кім екенін білмейсіз, қазақтың жерін, экономикасын білмейсіз. Қалайша siz Қазақстанның бастығы болып келуге келісім бердіңіз? Біріншіден, екіншіден, қазақтың тілін білмеген адам халқымен söylese almaydı. Onda ülkanı oyundaytın bolsanız, bizden kalay söylesiz. Sağı söz siyaqsa, екі сұрақ қойды дейді. Маған дейді. Ол мен айтып тұрмын. Соңғы мен айтым дейді, біріншіден бұнда мен келген жоқпын. Өзім сұранып. Мені орталық партия комитеті жіберді, сенім білдірді. Al men bo'lsam partiya soldatımın. Biz partiya soldatı qayda jiberse sol yerga borib kerak. Ekonomika meselesini, ekonomika xalqning ekonomikasini men jalpı bilemin, tushunaman. Onu yönдөgө bo'ladi. Salt dasturi bo'lsa, endi kelib yatib o'ylayman. Dil meselesine geçecek, ben bir yılın içinde Kazak dilini öğrenim. Hiç görmenin tecrübem var. Ben buradan burun Gruzya'da aracım istedim. Ben Gruzya dilini bileyim. Degen de ayıp edim. Kanağı Timur Gruzya söyleyip jibettim. Görsem kaydan iğrengenim kayda mı diyor. Gruzya söyledim. Oldu ben de ekabir Gruzya bir 5 minutte söyledim. Sonun gün ayıttı. Ben sizi düşündüm. Sizin maksatınızda kelgen sebebimizin ben düşündüm deyip ayıttı Gruzya işe değil. Sen başkaları bilmeydi var. Sonun gün ben ayıttım deydi, olay başa var bana onun adamlarını da alanını alıp getirdim. Sonra degende kim söz şakıp etti deydi. 15 minutten keyin alandan 500 adam aklap durdu, bütün adamlar 500 adam gitti. Men osınday жағдайды anıtladım. Til meselesi birinci mesele. Sonuçta men kelgende başkanım üçün elde bana emes, olsa men жұмыс істеу үшін bana geldim. Sonuçta 5 yılın içinde ben Kazak tilini öğrenip шығамын. Ben sana öyle vereyim. Ben til şirketinde işim jaladı şununda. Abray mınau başka yılın ökülü gelip, ben buradan burunda Kazakistan'da başka yılın ökülleri başladık geldi var bana ayıptan. Ahmet'ten başkalarında var. Eğer sonları gelip Kazakistan'ı öğrenip, biz ben Kazakça söylesip görsem, bizim dilimiz жағдайы дұрысталатын шығар деп ойлап қалдым. Содан үйге бара ойладым ғой, осы Колбинге бір оқулық жазайыншы. Қазақ тілін үйретуге қажетті арнайы деп ойланып, содан енді сөйтіп жүредім, былай байқадым. Бізді жиналысқа шақырады тіл мәселесіне. Мен барып сұрастырып көрсем, шынында да бір қазақтың мұғалімі әйел
Tartışma düştü. Sonra şakırım. Sonra iğrenip yürüyorum. O da yerlerinde ayıttı. O haksız değil mi? Kol değil miydi? Haksız yok. Anlaşamıyormuş. Kenar oturamıyor. Sonra bu kişi tüm siyasat düşmeye başladı. Onların tüm siyasatının negizgi maksatı Kazakistan'da Kazak dili bilen koça Orus dili memleketlik dili etip götürdü. Neydi kalay oldu sonunda? Sonra o makul dursun ki buna jakşı edebiyat kadarda olduğu cesaretim yok. Ben endi şu yerde şeritli aytdım. Olmaydı. Kazak halkının egemenlik alan, egemenlik sorularını yok. Memleketimiz oturan Kazak halkının özünün memleketlik dili bulunduğunu o bıraktı. Başka tilde davasında onun karşılığı yok. Deyip aytdım. Bir sözümde atım çıkmasa yer erti degen söz var. Tribuna çıktım da kol binası. İşte diye düşünmeye kaldı. Sonra ben aytım, sizge düşünüpsüz болуы мүмкін. Ятағыда экспромтын переведу. Если жаждешь славы, то сожги степь. Строй пожар. А зачем это? А смысл его переносим такой. Вот. Я өзін-өзі танытылмай жүрген адам, айдадағы от жағып, өрсіп кетсе, ойбай мына отты кім жақты, бұл кім өртеді, ой әлгі бәленшенің баласы осында жүрген сол өртеген шығар деген атқа қалады, аты шығу үшін, өзінің атын шығару үшін. А басқа нәрсенің керегі жоқ. Я тоже не хотел бы, в данном случае не хочу выступать в роли какого-то нарушителя покоя народа. Деп содан ар жағын қазақшалап айттым. Оны біреуін аударып отыр. Белгір отыр, ана жерде. Колбинің орнына шығып сол отыр. У народа это не прихоть. То, что казахский народ, от имени которого я выступаю, требует государственный язык, статус государственного языка, это его не прихоть, это его настоящее истинное, естественное желание остаться народом без языка. А то, что значит, здесь қазақ тіліне орыс тілін қатар қойып деген сөз, анау тұлпарменен мәстектік арлап жегуге бірдей сонымен барабар. Тұлпар ізге тартады, ол орыс тілі дамыған, өйткен тіл, ал қазақ тілі мәстек. Оның жанында анаған ілесе алмай қалады, сонда отта қойғазырып, қой может быть. Сондықтан қазақ тілі онда өшеді, тек қана орыс тілі қалады. Сондықтан, если вы хотите, пожалуйста, о, сол айтыс көп болды ғой. Мінекей тіл айтысы ақыр аяғы мынандай қаулы шығарды. Развитие казахского языка, развитие русского языка деп екі бөлек. Қолмен мына. Мына екі құжат дайындалды. Екеуінде дамытамыз, орыс тілі мен қазақ тілі. Осылардың енді қалай жариялаймыз? Алдымен қазақшасын қоямыз ба, орысшасын қоямыз. Я болмаса орысшасын қойып, қазақшасын қоямыз ба. Онда тұрған не бар? Әрине мәселе түптесінде. Содан енді біз бұл мәселе шиеленісті. Біздің қазағымыз десек әрине өзімізге тиеді ғой. Сонда қатаң тұрып, жоқ, мемлекеттік тіл болу керек қазақ деп айтқан адамдар өте аз болды. Ол енді мен мақтанғандықтан емес. Сондықтан менің әлгі қоғамдағы бұлай беделім мен туралы айтып жақсы әңгімелердің бәрі соған байланысты. Мен қарыстырдым сонда. Мені қолмен
Ortalık Komitesi'nin plenumunda 3 ret sınavda. En sonunda soğunsa koy. Konsolosluğun diyelim o şeyde akademik tegen siyasi sözlerde de aytsa. Ben sonunda aytsadım, yok Kazakistan'da tek kalan memleketi til bolu gerek. Sonun benim yazıp koygan makalam Egemen Kazakistan'da yazsa ruhsat vermeye koyduğuna bastılar korkadı. Sonun keyin barıp Nazarbayev Moskvadan qaytganda birinchi siyezden sonun keyin barıp ruhsat bergenden keyin chiqdi. Memleketlik tilde bayqaylap ketdik. Memleketlik tilde alğadan keyin Kızaqday verdi. Bizim tabiatımız kızık koy. Sol bayağı ben qamçılap chiqqan vaqtlar bo'ldi. Sınadi meni birovlar. Вот академики выступают и говорят о стратегии далекой, о тактике развития языков. Тогда как надо было говорить о стратегии, о дальнейшей перспективе, не петрит. Сонда перспектива у нас только с русским языком. Наша перспектива только с русским языком. А они говорят о казахском языке. İşte ne aytasın, ülkön jinalısta özünün pikirinde aytasın, oturasın, sonra kanjılap çıkan vaxtlarım oldu. Al endi osu keyin memleketliklik alatın oldu koy. Onu alıp üçün köp hareket. Biz Kazak Tili Kogramını kurduk. Kazak Tili Kogramının en başlı mendiyeti kalıktın sanasına yatı. Sol gezdeki kalıktın sanası bulay ne? Tomağa suyuk bolup Orus tilini bilmese, nan tavuk yok, yiyin degen siyaqta atanalardı, bärde Orus tili. Biz onu gütterip koyduk. Sonu menen kıskası, ol benim keter altında bir neçe beşok kat üstü kaldılar. Sol kattı marhum Canibek, Özbekeli Canibek siyaset bölümünün başlığı koy. Sol tavsırma verip, sonun kolasını isteysin. Mirzatay Joldaşbekov'ga Seyit Qasqabasov siyahtı azamatlarga topshirib, analiz jasatıp, kolun görsün sengizdi. Osunday qalab osunu qatlı qalab otur, eki köp qatlısı deb getirip. Sonra kol bizde qayda baradi. Sonra keyin barıp memleketlik tilde qabullaga mecbur boldik. Al endi memleketlik til qabullangandan keyin oy buna memleketlik tilde biz alıp berdik koy Kazak tilinde degişler köpeydi. Meyli koy endi ol aytib iyilik tögörөгүндө halgi bul asmandan kuyulup bürküt kalkıp жүрüp ketip baratkan bürküttü görgende soğan taslayayım söz koy. Barıp basıp tilkini üstab yatkanda son tögörөгүндө üşüp жүрген kargalar kalkıp üşüp olar da kelip oturat tögörөгүндө. Sonda kargalar aytasın görünedi. Bürkütke siz bolup biz bolup ahir osunu aldık koy dep. Sonda algan önde bürküt koy endi ol. Al endi sonda karga siyahtı üttik koy bittik koy degendir köp boldu. Al endi men sol vaqtda köre almadım tögörөгümden. Memleketlik tilde mertebe bersin degen sözdü aşık aytkan men boldum. Makalam çıktı keyin. Belki tilden sağdara oslay şeşildi. Eğer kişi Kazak tilini memleketlik til mertebesi verilmese bugün anday әңгіме болмаған болар еді. Өйткені ол вақытта өзінен өзі шешілетін нәрсе. Екі тіл қатарынан жүріп жатыр. Біреу болмаса біреуін істетіп отырмыз деген оп-оңай желеу сол қалпында қалған болар еді. Ал енді бүгін енді заң ретінде кәдімгі талап етуіміз, мемлекеттік тілде үйтейік деп отырғанымыз сол дәуірден статус мәртебе алуына байланысты. Егер оны алмаған болса,
Bugün onday әңгіме болмаған болар еді. Ол енді түсінікті ғой өзі әркімнің. Мемлекеттердің жағдайы жалпы айтқанда осы. Ал енді қазақ тілі қоғамы кезінде өте зор еңбек атқарды. Бұл енді халықты қозғалыс сияқты болды. Ол кезде анау үлкен стадионда біздің өткізген шараларымыз, ол керемет тойларымыз, әр жерде кездесулер, халық енді халықтың біздің халықтың бір қасиеті осындай бір мәселе көтерілгенде бірден оянып белсенділік танытқанменен біраздан кейін қайтадан қалпына келіп ұйықтап кетеді, халық кетеді. Мінекей 4-5 жыл деген көп нәрсені дүниеге келтірді. Өйткені жер-жердегі кемпір шалдары, аталарымыз бен әжелеріміз немерелерін қолынан ұстап, балаларын балабақшаға қазақ мектептеріне апарды. Алматыдағы 12-ші мектеп 1-ші класс толмайтын, одан бұрын 12 группа құрылды сонда. Жабылып қалған кітапханалар, жабылып қалған театрлардың бәрі ашылып, әйтеуір халық бір көтеріліп, өзінің тілін қорғауға кірісті. Енді одан кейін жаңа айтып отырмын ғой, қайтадан халық кетіп дегендей экономикалық жағдай да әртүрлі болды да қазір. Дегенмен халықтың енді бұлай көзқарасы дұрыс. Айта беріңіз саған, мен мынау табиғаттың несінде арасында қосып отырмасам болмайды ғой. Табиғатта әлгі бір передача болады ғой, не дейді, үзеңгілес тастар дей ма? Иә. Сол сияқты ой үстіндегі әңгіме, ой үстіндегі. Мен көрдім, таң қаласың апырай, бір ауыз жылы сөзді айта алмай, содан кейін қарасаң, бүйтіп деп. Анау Кәкіш деген профессор сол ғана ашылып айтады. Кәкіш, Рахмақұл Бердібаев деген мен туралы жақсы жазды да, айтты да, дұрыс айтады. Ал кейбіреулер ол үндегісі келмейді, Қасқан демей қалды ғой. Артын бақты, не болып кеткен екен. Комиссия болды, 29 адамдан, 26 адамдан тұрады. Комиссия құрды. Сол комиссияда саластар болды. Әлгі соғыс майданы, тіл майданы болғанша тіл үшін күрес. Біреу бұлай тартты. Бірақ тіл майданы әлі тоқтаған жоқ. Мынау жерде қай жерге Ayta veriniz siz yazın. Qazaxlarda tiyim salat. Adet kuruptan köp koy. Zapret, sava deydi. Zapret, tiyim salı. Tabu. Onun böyle apak sapakta sava deydi. Apak sapakta
yaşa yakın basamaklarında onun sebebi yetişkinlik boyunca del olsun vakitte çeşitli şeytanlar kara şeytan albastı Berdağ'da sol ön kuvafır eski yerlerde yürüdükken koy. Restoranda bir sonunda asılık kurtarmayız adamlar gelip işlemleri var. Inayet değil sıkıntı. Ondan sonra çıkıyorlar. Onların barıma bırakmakla bile mülayete yok. Sınırı. Yeşil yakın Yekhavata yenge sözü adam köyü olmaydı. Yeşil yakın Бағана әңгімеңіздегі сізді айтып едіңіз, мен де осылай өнерге сүгіреші боламын деп талпынып едім. Мен осылай ғылымға кеттім деп. Негізі ғылым мен өнер қатарлас жүре ме сонда? Біреумен байланысы қалай? Оны айтып отқанына Өмеке өзі өнерлі адам ғой. Бәріміз танимыз. Соны таң қалам сол кісінің көп неден. Onda öner adamın tabiatına baylanışta yaratılışına karşılıklı baylanışta sürekli oynayayım. Bir bazıları yaşına soğanlar dombra sarsak dombrama yarmasak. Bir adam başka bir işte böyle doğru verdiği mesela yok WhatsApp sonra bir müşkül hesap olursa yağday tutulursa sonra yüzeye asırılmış olur her gün bir flat şereketi bırak biliyoruz olmayan da bulduk atan sonra gösterimden yok bırakırsan bir şey değil anlayıp Pero o dende nosotros var koluma ya algo paytım. Sonra bir onde bu ilgili işte balon yok diye. Ama diye. Hazreti Ali'ye piyanıyla yapmışlar. O kalın bekleyen. Öyle gabaylar sıktı öyle bu adamlar da böyle işte. Mesela şey yapıyorlar. Ama ben balımın baydansı var mı yok mu? Kalın degen oluyordu. Fakat bir ağlı şarsa 20 yıl. Şarşamay. Sanbay. Hizmet ediyor. Hala saraysadı 25'e yetişim öğretti. Yetişmişe geçsin kalır gerek var. Kalır gerek yetişmişe şerbat azgam bayağı yetişiyor. Şu siyahsa kalımdan da böyle koyman çok salaplar var. Şiye biliyor. Şiye bilmişsin. Aytıyor bir nante oluyormuş. Nasıl bir başka yerlerle baylanışta da gerekli parası onda tabıştım olmaydı oynayayım oğlum. Birleşti bırakmayı. Mesela ben çalışırken o diyelim böyle
O tırış degende o degenlerde var mesela. Biraz eğer men kayda tutup mamandıkta qanday mamandık tangdayсың dep sorasa men aytkan bolar edim. Başka mektup öte kızık. Soracaklar bir mamandıkta sorayım. Ömürkün 60'ın yılın başındaki yerde. Ben o gözde bizim İnşaatın direktörün orunbasarıyım. Ben buranın ömürkümde görgen demesmin, tanıgan demesmin. Çok bu yoldaşlar ekip çalıştırdı. Oradan beri benimki bir istep belirletimiz var. 60'ın yılları, 30 yıldan aslan vakit oldu. Ömürküm bizge girgene keyin kandidatlık dissertasiya korgadı. Doktorluk dissertasiya korgadı keyindirek. Ömürkümün başındağı jakşı hasiyetler degende ol elekşi hasiyet janağı önerge degen. Enşe dombraşı eger ol artist bolup yakında öyle aytadip oturursun böyle kalıp artist degen siyahtı. Yüzük ataklarına iyi bulgun bulup Birak buradan Ulumga kelgenden keyin Ulumgada özü özünün kumarlığı Ulumga degen berilip жүрmüştü. Еңбектері бар, бірнеше кітап жазды. Söz деген kitabı var. Кейінгі уақытта бұл кітапты терминологияға байланысты шығарды. Әлде бәрі birlikte saray еңбекті жаздық. Ömürkün şehir jigit koy, bayağılardan sağlık şehri süreyi koy. Öyle sağlık şehir adetlerinin kalın boluyor, kıyın araydı. Öykünün olsun. Söyleyeyim aydı böyle, doğru. Kavamda bolu gerek. Tamaşa, ölümcül, konakta. Onların da nasıl edip, onun ben de şu oldu. Ömürkünün en bir tatlı bakıda aytmış yerim. 1950-86 yılı vakımadan keyin Kazakçılık kurulu degan ideya tuğdu. Bu ideya benim başımda tuğdu. Ben direktör edim. Oradan bir işte jinalıs açtık. Jinalıs açtık olsa akıllaşıp gördük. Ömürler oluyor diye bu. Kazakistan'da görüp Kazakistan'ı koruyayım. Kalkan bu degen niye? Kanday ki kendi var degen şey yaptı. Üstümüzü gelmedik o kadar. Nem buraydı karab. Oradan işte çıkmayıp ne gitti. Şimdi o Kazakistan ya aytım bu kolbin zamanında sizde bir işi meselesi koydu da yaşlarının tarafında yazıp kalıp teşkilatını bilen var. Sizin Kazakistan'ın konuşan bay Keremet'ten kormaklı gömülde terbiyelenip Kırgızistan'ın duymuş gözümüzden sorupluyordu. Koşuda ben oruçlaşını götürdüm. Balalarımızın ben oruçlu okumadım. Sonuçta şu kurası gerektiği ideya tuğmada kovan bulan degen ideyada kala yeri talkınlavanda sonra ben karşısında ömürküm gördü. En beni koyduğun adamla oturuyorum. Sol kolda aleni kovan kurduk. Kovanın özünün giyimli olup gerektiğiydi. En rada. Ödüm ben teşekkür ederim deyin.
öyle bunu yazıp yani de yazıp böyle orundadı. O Erdoğan'ın şeyin ana yüzde ayda yüzde 24 tane kıskası maydanda eğitim sebebimiz bir sol maydanda birge olduk. Sol maydanın başından başlayıp bir bugün değil birge geleceğimiz yetimiz hatarımızı yazmayı bir maksatla bir niyetlik bilen anlatılır o maksatla cümlesek geleceğimiz. Benim hatırım benimki olsa prinsiplik, bir betkeylik, biringay, bugün bulay, yetim olay emes. Salgan özünün bakıt ağlarından aynımay cümle seytin aslında yaxşı kasiyeti. Solay, demedim sana. Doktorluğun vargadı olsa, oğunda jürü bak, doktorluğun vargadı. Şehir korespondent müşev oldu. Ondan akademik avuşturmadı. Matbuluğun mümkün değil. Ayta verin sağa ben, yazılып жатыр mende. Ömürlük suralı çok aysa bu bulan yazılı, Allah'ı sana en bir yaxşı xassiyeti olmasam, Qazaxstan tilini yaxşı bilib mengirgen. Endi onun sebebi teginen oynasın olsa, tegi bu işten aytpay akın dep oңtuştukta. Aytpay akının oğusu akında bolgan, Moldada bolgan, Kolay belçeli adam bolgan, yaşlar. Soğuşu terbiyesinin bolu bırak, Kazak tilini jetip biledi, gelen biledi, Ruskol'dan azı, söyleyini biledi, aytadı biledi, sonra kaşetleri var. Men istiyorum, tuğan yerine qatar. Endi yer degan so'zga oturar qo'yadi, oturar. Bu yer Kazak halkının medeni ortaklarının biri olsa oturar bolgan. Oturar degan yerde Ramazan'da şahıdır. O sürede soğuk esken o sırada niye bir Kazak halkının son kulağı aramatları ömürsüzden dini ortalık olgan endi oturasın qanday qal ekenini aytib yatımın kaybetdi, o beri belgili oturar mana жақта Шыңғысхан келгенде 1290 жылы отырар қаласын ала алмай 6 ай қоршап алып сонда қарсылық көрсеткен отырар қаласының әкімі Қайырхан деген азамат болған. Қайырханның өлімі туралы әртүрлі версиялар бар еді, бірақ шын версиясы ол жаңағы қоршап алғаннан кейін не су келмейді, не азық-түлік келмейді, аштыққа бұғап ұстау ғой. Сонда бір версиясында оқтаусылып анау қоршап отырардың қаласын айналдыра неше мыңдаған қол bir adam шығармай кіргізбей тұрған кезде енді оқтаушылардан кейін бір азамат әлгі әскерлердің біреуі отырардың қорғаушылардың ана жақындап келген моңғолдарға тас лақтырған ғой, кірпіш лақтырған. Содан кейін олар ойлаған, мінекей отырарда мыналар әлгі
Öyle rastgele başladı, panika değil koy. Sonra panika tutuldu. Alttan elde darbadan bozup kırıp gerek. Çocuk darbadasın bozup kırgende kayırkan bir iki kolunu, iki kılıç tutup karşı çıkardı. Şu vakta altına kelebek kaynağı oldum. Askerin başlarına. Sonra Mangol'da yatan ana olurdu. Ağzı Mangol asıcı bir koluna yiyilip şeydim ustakadan giyin onu şamasına alıp varıp gözüne, kulağına, burnuna, ağzına koltukal kıbrıs böyle korkas değil, böyle kıbrıs değil, kıyı böyle değil koy. Ne ağız var? Ondan oturar kalasın. Tarih olsun, daha iyi bırak, tarih. Sözünde sohbette koy yani. Ha gidersiniz. Adam bu kadar diye minez bular o. Şeyde özün ustangan prinsiple hata. Kazandığı da var. Yumuşaklığı da var. Bütün 20'nin her arasında yaxşı karmatı sağında kalaydı. Sidası birbirleri yaxşı. Keyifliler var koyun. Nedense gök verip yolunmasa ondayda barışına bunların negizden özünün kayıp bir gelmişteydi. Sonra değil dost adamla degen az aldık. Selimlilik almıştı. Dost'a satıp kesmeye olmasa rezil edildi. Ondaydı o. Özü kılını bakan adam katkısıylaydı. Kılını bakan adamın o şeydi sözüne düşünmese başka bir hıraklayla da sündürür çağdayı var. Ondayı bozgan bizim. Neyse o her adam ölür adam degen özü köyünün nerzik buladı. Köyünün nerzikti gide var. Onu benim de bir doktoralı hiç vakti bir zaman demiştim. Her vakti ağabeyim olsundayım. Ağalayım. Ağalayım o işkene şeyince peşim gelip geldi. Geldi oğlum degen özüne baylanıştı var. Öz salasında, ağalayımın başka salası olmasa da öz salasında terminalı o gelmiş ağalayım. Şu terbiyeler bir tane o son baylanıştı. Bırakılmıştıydı. Sonra bir girdi meseleki at çalışabildi. Yani lazım attık, acı ihtiyaç yok ara. Ayaklarına kalmalı, jüylükte de jüylük var. Kazalar köyünü bir başka. Jügette de jügit var. Azamat köyünü bir başka. O sıralarına büyük sıvırdan görünüyorsun azamatların böyle olsun. O neydi, biri onu atar, biri onu atmaz, bırak özünün prensibi var. Dolayısıyla üniversite gelip Ama ben düşünüyorum, o kısa aytpasa da düşünüp tırsam ben. Болдық қой, бірге болдық қой. Мен түсірдім ғой сол кезде. 10 жыл... Sayılmay birbirine. Birge жүреді, қайда баса да бірге барады. Ол жер бұлға. Басы осына жүретінен қайша. Қолыңнан geçti, sen de birge жүрдеймін.
eğitimler var var olsaydı. Aranız 20 jıl. Solay mı? 20 jıl mı 15 mi? Aramız 12 yıl. Mende de köbüsü joldaşlarım sol 10. Menin o 52'de 60'a gelgen dostlarım var. Sağ. O dedi, yaşına beş şeyde adamın birbirine degen, yakın birbirine degen göz karasına koyacağız. İşte bir adamlardan yanında bir sakat kılınmayız. Mesela adam degen öteye kızlarına koy. Tanrı bana aynı yıl var, 30 yıl. Keyince bana 20 yıl oldu. Bakalım karışmaz etmiş götürüne akademide sayda oldu. Dedikleri oldu. Talas buladı onda. Burası dostluk. Degen dostluk degenler yumuşak. Son avında var. Osunda tabiat sürüp, keşkin sürüp, özün sürüp, sipad bakıp etkamız. O kısmını da sürüp aldım. Hala yakın deneyeceğiz. Bunun önce de kıyım sıra multuk ideolojiya, multuk ideya degen gözünün altından aykın görünüp duruyor. İdeologiyada, ideyada sol ultun göz gamla oynar gen aldı. Kılıp kalı tarihte. Sonuçta elge ömürde diye göp. Her türlü yatırıp köp koy. Sol yatırdım varlığın aylanıp gelip o sözünün müddesini aylandırabilse ideoloji ostan tohumdaydı. O ne dedim söz? Keng baytar yerimiz var. Yerin üstünde de aslında da baydığımız yatır. Olsun varlığı Kazaksın özünü Allah sağla sol. Özünü bir ben koy. Arada kalsın özünün bir yeri var. Kanlı bir gün kalır yok. Sonra özümüzü bugün yekemde özümüz faydalanasında olsa çoğun faydalanışta iş hareketin beri bunu ulusal diyalog edip beslemeyi öğrenmiş. Bugünkü Jahan'dan o proses sürüyatır. Bu objektifte proses olduğunda onu onu melen saplat almaydı, özgürtüz almaydı. Bundan gelip yatkan, bırak hazır bu vakta onun bir uşusu var. Onun başında oturgan, özünün müddesine asırlığa talaplanıp oturgan yerler var. Benimki sol Jahan'dan o prosesinde Kazak olup, ulup olup, taş düğün, bir uluptan kalı degan mesele ettim. Ben özüm olsaydı oynayayım. Eğer bir sol bir ulup olup, bir tutas olup kalalsak, onda yer betinde köbemiz, azayibeti koyup bunlarla. Sol olup bir olup kalalım. Eğer biz onu seyretmezsek, onda Jahan'dan olduğum saygazanında bir yaprak et olup kaynaymış. Allah Ekber Kazak bu oldu. Ve orada şükür yok. Jahan'dan o, belki ortak ideya da olsa bağıtta hizmet istese. Ortak ideyanın kaynar bulağı eskisi o teli. Eğer o sözünün teli saklamayı ne bereket ömür sürmüsü geçti, onda olup çok onda. Siz yok üzerinde olup çok. Siz degen ol 70'nin belgili geografiyalık aymakta belgili bir sabili ortada, belgili bir ekonomik alır жағдайda,
belgili bir ömürsüzlükке kaybetti. Ödül sabahsın жағдайда öndürüşte psikologiyası bir düşünüyorsun. Etnikalık toplum odağı koy, yetmişsini. Adamların bireyi buyursa, siyasetten buyursa, onda biz Kazakistan'ın halkı emesiz, Kazak halkı emesiz. Onda biz Eytevir Kazakistan'ın bir tarafına. Bunda ideolojiyanın bir prensip. Ideolojiya turbalar Mersin'de aytadi, medeni alan alıp barasak. Medeni salası özgürlük oturad ol. Barlık halklarda, örküniyettin damı yolunda her türlü bağıtlarda damıydı. Bırak sonun özünün sol her türlü damının özünde de her bir etnis, her bir halk özünün ultluk gerekçeliğini saklap kalılmasa onda da örküniyetli olabilir mümkün. Bırak kanday örküniyet olur. Ultluk örküniyet emes. O jalpı kalıqtıq, jalpı adam balasına təlbir örküniyet. Sonda örküniyette el bulunduğunda ultluk prinsipleri damısa bilirdi baylanmışlar. Amen ağamız osonday bir söz aytып ötkün. Amen ağa. İyi. Өнердің ең қиындысы бір жағынан ең қиыны мультипликация. Bir жағынан сол адамға соны жеткізу, ой жеткізу, ең жылдам жеткізетін осы анимация деген. Мен де сонымен келісем, сіздің сол көзқарасыңыз сол. Әрине ол енді ұлттық психология, жаңа мен айтқан шартты белгілері ұлттың, этностың, халықтың, ұлттың бәрі бір этнос. Осының шартты ömür sürümüne қажетті шартты белгілердің бірі психология. Дүниетаным адам баласына ортақ дейміз ғой. Шынында да солай, бірақ әрбір халықтың өзінің дүниетанымы бар. Мысалы, біздің халықтың әдет-ғұрыптарындағы неше бір бас тартамыз әкеліп келген қонаққа. Оны біреулер көрсе, шошып орнынан тұра қашады. Сондай да болды әдетте. Ал енді біз оны өзімізше түсіндіреміз. Яғни қалыптасқан әдет-ғұрып, дәстүр, дүниетаным соны еді мультипликация саласында кетіріп айтқанда, мысалы, неге қарлығаштың құйрығы айыр дейміз. Оны бәріміз де білеміз, ол халықтық философияда болған нәрсе, соны әмен көрсетті ғой. Соны енді анау жай айтып көрсету, айтып түсіндіру өз алдына да мультипликация арқылы көрсету оның мәні басқа. Мысалы, біздің әбенің жаңағы түсірген мультипликациясы басқаша әсер етеді. Басқаша әсер етеді. Менеки ұлттық идеологияның принциптері осы ғой. Оны түсінбесе болмайды. Әрбір халықтың ойынын түсінбесең, ол жалпы ойын емес әйтеуір. Әрбір ойынның мәні мағынасы бар. Сондықтан ол әр ойынның өзі. Ал енді балаға түсіндірудің бір ерекше, тиімді, әсерлі жолы мультипликация. Оны енді бәрі біледі. Қандай анау жас балалар соны шын мәнісінде солай қабылдайды. Болған дүние деп қабылдайды. Сондықтан әмекенің айтып отырған дұрыс. Мен де соны білемін мен, бірақ кімнің не жазып жатқанын барлығын тоғысының айтып жүргендерін енді өйде кішкене осыған мән беріп нететін адамдар болмағаны ғой сондай. Әйтпесе. Қарама бір сөп.
Yani 4 minutum var aga. Ben sizde tak 1,5 saat söyletiptim ya. Niye bir oydan, niye bir olmaydı? Bir kino jasao gerek siyahtı. Jasao gerek. Bir emetip tek kino jasasa gerek. Ana bir doktorxan degen jigit var, bilmeyim tanıyorsun. Orada kino jasaydı bu, Taldıbulak degen yer. Türgönün arjağında, tağılın eteğinde bir tağ balasınız, tağı kara beşik. Meni hücratlarımda 24. yılı 13. dekabr 24'te dürüst emes, 13'te dürüst emes. 24'te Ağustos'a çevirip 4 ay, 5 ay Kamsımalı gördüm. Sonra yazın gördüm. Ati işit yerden. 38. yılında 30'da olmuş. Halen pasport takan günüm, eskiden geldiğini aldım hoş mu? Pasport alıp duran günümün o günü yere sallandım. Halen benim anam 95'e gelip kayısı oldu. Biz sayın Cinalas 13. dekabrda bir günü oturuyordu. Bana yediğimde ketip yatırıp adam düşürüyordu. Ben aytım bunlar benim tuğan günüme gelip oturup oynadım. Oylan, fazla ben senin adam olsa ben senin kışın günü tuğan yoktum koy. Ben senin daha Jomuşkan ekleşer olganda Geceyle o köşüp yatkanda tuğan. Yani şimdi seni aldım alıp attım yıkayla başlayıp Tastı bulakta geceye vargandan keyin 40 günden keyin şurada kanın götürülgemiş. Sen buna kışın günü şurada kanın diye buna da hep sola yazıp etti böyle. Aslında yazıp etkene. Alıyoruz götürüyor yatırdım, karıya çağırıyoruz. Ayşe bir şey gibi köp var. Bizim ecabetinde. Ben 80'e geldiğinde yel bir yağına ithal verdi. Keyini görgün derim. Keyin isteyen derim. Bir yılda ithal. Al ömürde beni işim yok koy. Benim birge okukan azamatlardan şu var geldi. Bir klasda. Soğuktan bunun karşısında soğuk. Sonra insan biri zaman inerse iki uçkine maşallah kaldı. İnşallah. Bedeli son. Yine alsak geç parasını söylemiş ben. Mezar boyunda kamera ve vasarız bana dekede kalay adamlar.